Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі 8-ші дәрсіміз простагландиндер негізіндегі фармацевтикалық препараттар. Простагландиндер гормон тәрізді заттардың тобын сипаттайтын медициналық термин. Олардың негізгі әсері жасушалық деңгейде қабынуды ынталандыру болып табылады. Табиғатта бұл липидті физиологиялық белсенді қосылыстар класы. Ағзада кейбір алмастырылмайтын май қышқылдарынан ферментативті жолмен пайда болады. Липидтер жуылмайтын май қышқылдары жоқ және жуылатын деп екі топқа бөлінеді. Жуылмайтын заттарға стероидтар, каротиноидтар және терпеноидтар изопрен қалдықтарынан алынған жатады. Ал жуылатын липидтер қарапайым және күрделі болып бөлінеді. Қарапайым майлар триацилглицериндер, энергия резерві және майлы қышқылы бар бір атомдық спирттің балауыз түрі эфирлері, оны тері майы жатады. Күрделі липидтер фосфолипидтер мен гликолипидтерге бөлінеді. Спирт түріне байланысты фосфолипидтер, глицерофосфолипидтер, фосфатид, илхлохолин, фосфатил, этанол амин, фосфатидилсерин, фосфадидилнозитол және плазмалогендер болып бөлінеді. Осы липидтер класындағы негізгі фармацевтикалық препарат ретінде оның негізгі формасы архидон қышқылы негізі болып табылады. Архидон қышқылы май қышқылының омега-6 туысына жататын 4 қос байланысы бар қанықпаған май қышқылы болып табылады. Тривиалды атауы архидон. Сөзінен шыққан арахис майынан L-арахис пианут алғаш рет табылған. Систематикалық атауы цис 5, 8, 11, 14 эйкозатетраен қышқылы. Ол сонымен қатар ленол және альфа-ленолен қышқылдарымен бірге F-дәруменінің атауына ие. Эмпирикалық формуласы С20H32O2. Молекулалық формуласы төмендегідей, яғни қанықпаған көмірсутектің ортасында қос байланысы бар қышқыл формуласына қанықпаған карбон қышқылына жатады. Молекулалық массасы 304,47 грамм-моль. Химиялық құрамына тоқталатын болсақ, жалпы осы эмпирикалық формуласындағы архидон қышқылының негізгі көміртегі 78,9%, сутегінің 11%-ға жоқ және оттегінің 10,51% бар екендігі анықталған. Архидон қышқылының химиялық құрамы 20 көміртек тізбегінен тұрады. Құрамында 4 цис қос байланысы бар. Алғашқы қос байланыс көміртегі 6-шы атомда омега соңының байланысы орналасады. Архидон қышқылы ауадағы оттегімен жеңіл тотығатын, түссіз, майлы, сұйықтық болып алмаспайтын май қышқылдар ретінде сипатталады. Бірақ адам организмінде архидон қышқылы ленол қышқылынан синтезделуі мүмкін. Бұл жерде алмаспайтын май қышқылдары ретінде деген сөз, яғни ағзада өздігінен пайда болмайды, ағзаға ену қажет деген сөз. Архидон қышқылы жасушада этерифицирленген түрінде болады. Бос күйінде жасушаларда аз мөлшерде кездеседі. Ол клетка мембрасындағы фосфолипидтердің құрамына кіреді. Қарапайым және күрделі майларда біршама мөлшерде болады. Жалпы табиғи қосылыстар химиясындағы осы өсімдіктерден алынатын табиғи заттар негізгі түрлі ауруларға ем болады. Өсімдіктердің ішінен терек бүршіктерінің құрамында арахидон қышқылының бар екені анықталған. Мысалы, терек бүршіктеріндегі липидтердің мөлшері 28,5-39,5%. Оның ішінде бейтарап липидтер 6%,
Гликолипидтер 33%, фосфолипидтер 3% құрайды. Терек бүршіктерінің гликолипидтері моно және дигалактозил, диацил глицерин, стириндердің гликозидтері түрінде кездеседі. Қанықпаған май қышқылдары көп мөлшерде зәйтүн, қара қурай, рапс және зығыр майларында болады. Арахидон қышқылының нағыз табиғи көзі зығыр дәнінде. Сонымен қатар күнбағыстан, соядан және арахистен алынған өсімдік майы болып табылады. Сонымен қатар арахидон қышқылының көзі ретінде грек жаңғағы, миндаль, күнбағыс және асқабақ, сонымен қатар тауық жұмыртқасының сарыуызында да осы қанықпаған май қышқылдарын алуға болады. Арахидон қышқылы маңызды полиқанықпаған қышқыл болып табылады. Ол биологиялық маңызды туындылардың простагландиндер, тромбоксандар, лейкотриендердің алдыңғы заты. Оның қызметі әртүрлі. Мысалы, простагландиндердің ағзадағы қабыну процестерінің қатысушыларының биосинтезіне қатысады. Өзінің қасиеттеріне байланысты арахидон қышқылын қолдану салалары кең болады. Мысалы, фармакологияда қабынуға қарсы препараттар және жүрек бұлшық еті және гепатопротекторлық құралдар алуда, асқазанның шырышты қабығының қорғанысын, тері псориазын емдеу, бауырдың майды инфильтрациясын төмендету, ісік клеткаларының өлімі және циррозбен ауыратындардың липидтік метаболизмін жақсарту үшін қолданылатын препараттар алынуда. Өздеріңіз көріп отырғандай, бүгінгі тақырыптағы негізгі осы простагландиндердің, оның ішіндегі негізгі өкілі ретінде арахидонның, ал арахидонның осы өсімдік шикізаттарында болатынын көрсете отырып, қандай препараттар алынатындығын айтып жүрмін. Ал соңғы тағам өнеркәсібінде балаларға арналған жасанды сүт қоспаларының құрамында косметикада F витамині негізінде тері күтіміне арналған құралдар алуда, ауыл шаруашылығында өсімдіктер өсуін ынталандырғыш ретінде пайдаланатындығы дәлелденген. Осыған байланысты арахидон қышқылына соңғы уақытта қызығушылық артуда. Қазіргі күні арахидон қышқылының табиғи көздерін анықтап, оны биотехнологиялық жолмен өндірістік масштабта бөліп алу өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Назарларыңызға рахмет.